оқушыларым, бүгін информатика пәні сабақтар бүгін өткен сабақта не өттік? Ақпаратты құқықтық қорғау. Ақпараттық құқықтық қорғау дегеніміз не? Ақпараттық құқықтық қорғау дегеніміз не? Ақпарат дегеніміз не? Ақпарат деген информация, яғни біз не істейміз? Ақпаратты аламыз. Ал ақпаратты құқықтық қорғау дегеніміз, яғни ол қазір заң аясында барлығы қорғалған. Яғни Қазақстан Республикасының заңымен қорғалған. Яғни біз ақпаратты кез келген адамға бергеннің өзінде де ақпаратты қорғай білуіміз қажет. Ал енді бүгінгі тақырып біздің бүгін өтетініміз цифрлық сауаттылық, электрондық цифрлық сертификат. Мысалға, қазіргі заманда Қазақстан Республикасы цифрландыру заманы. Яғни барлық қазір дамып жатыр. Оның ішінде де барлық елімізде де цифрландыру жүйесі. Қазірдің өзінде өзіміз қазір мысалы бағаны қалай қоямыз? EDUS кезі түнегіне біздер қазір қоямыз. Сол жерден біздер сіздерге баға қоямыз. Сіздер өздеріңіздің бағаларыңызды солардың қарай аласыздар. Яғни бұның барлығы біздер қазір цифрландыру заманы. Сондықтан да бүгінгі сабақ цифрлық сауаттылық, электрондық цифрлық қолтаңба және сертификат деп аталған. Тақырыпты жазып алыңдар. Бүгінгі күннің жазылғаны 25 сәуір 2022 жыл цифрлық сауаттылық. 2022 жыл 25 сәуір цифрлық сауаттылық, электрондық цифрлық қолтаңба және сертификат. Сабақты жазамыз. Жазып болдық па? Сабақтың мақсаты электрондық цифрлық қолтаңбаның және сертификаттың мақсатын сипаттау, электрондық үкімет паралық порталында электрондық цифрларды қолдану. Енді мына жерде менде Quick дегеніміз не? Quick. Answer деген. Енді біздер өткен сабаққа не істейміз? Жауап береміз. Өткен сабақта ақпаратты құқықтық қорғауға байланысты өткен сабақты қайталап алайық. Мына жерде деген Quizlet сайты арқылы мына жерде сіздерге сұрақ жастырылып, мына жерде уақыт кетіп жатыр қазір. Қай жерде бастаймыз, сол жерден бастап сіздің уақыттарыңызды бекітемін. Енді мысалға IP адрес дегеніміз не? IP адрес неден тұрады? Заңсыз қол жеткізу немесе оқудан қорғау. Кибербуллинг дегеніміз не? Қазір кибербуллинг өте дамыған. Кибербуллинг дегеніміз не жалпы? Кибербуллинг дегеніміз сотка арқылы нені алу. Сотка арқылы, мысалы, сотка болсын, әлеуметтік желі болсын, біздерге не істейді олар? Біздің өзіміздің түгелмемізді, біз туралы мәліметімізді, кибербуллинг, яғни мысалға менің шотымда ақша болса, сол шотымды мысалға басқа адамдар кибербуллингші менің шотыма не істейді, ақша мысалға өзіне түсіріп алады. Ол мысалға кибербуллинг. Өткен алдыңғы сабақтарда өттік, мысалға аспект дегеніміз не, құпиялық дегеніміз не, ең мынау тапсырма. Мына жерде сіздер деген аспектті мысалға IP адресіден тұрады. Мысалы аспект бар, соған апарып қойғанда ол өзімен өзі жойып кетеді. Осы бойынша қазір сіздерге создать не деймін, страницу сканировать деймін, нені? Мына QR код арқылы қазір барлықтарының соткаларыңызға жасамын тапсырманы орындар. Қазір уақытты засекать етеді, сол уақытпен кім бірінші болады, сол бағаны өздеріне қазір баға қойды. Мына сканировать етіп ала қойыңыздар, соткаларыңызға. Тапсырманы осы бойынша кімнің уақыты мысалы қазір ертең уақыт барып жатыр, сосын мына жерде тапсырманы орындай қойып. Құпиялық дегеніміз не? Сосын мына жерден айтыңыздар, мен осы жерден жасайын. Сіздер айтыңыздар, мен осы жерден жасайын. Айтайық, адрес нүктеден бөлінген 4 ондық саннан тұрады. Олардың әрқайсысы 0-ден 255 санның арасындағы кез келген сан ол не деп аталынады? Жасадыңдар ма соткілерінде? Не деп аталынады? Адрес нүктемен бөлінген 4 ондық саннан тұрады. Олардың әрқайсысы
нөлден 255 санның арасында болады. Айттық, кез келген компьютер несі болады? Кез келген компьютер мекен-жайы болады. Ол не деп аталынады? IP адрес. Енді қараң енді, не болады? Жасаңа. Жасадық па? Жасалмады. Не деп аталынады сонда мынау? Адреспен нүктеден бөлінген протондық не деп аталынады? Не деп аталынады? IP адрестеу деп аталынады. Кейбір бөлік дегеніміз не айтыңдар? Кейбір бөлік дегеніміз кең жасөспірімдер арасында кең тараған виртуал. Кім жасаватыр? Сосын жасаватыр? Яғни келесісі. IP адрестеу дегеніміз не? IP адрестеу дегеніміз интернетке шыққан компьютердің мекен-жайы. Келесі. Құпиялық дегеніміз не? Құпиялық, яғни құпиялық оқудан қорғау. Қол жетімділік дегеніміз, яғни біздер қол жеткіземіз кез келген уақытта. Қол жеткіземіз. Санаулы уақыт ішінде керекті ақпаратты қызметті алуға болатын мүмкіндік қол жетімділік деп аталынады. Аспект дегеніміз не? Зерттеліп жатқан түсінікке, затқа немесе құбылысқа деген әртүрлі көзқарас аспект деп аталынады. Түсінікті ма? Вы заняли второе место. Жаңа бізде бірінші кім болды? Тілектес болды. Сондықтан тілектес бірінші орын алды. Ана жерде біз адамдар болып жасағанда бізде үшінші орын алдық. Екінші орын алдық. Енді цифрлық технологияларды қолдану аясын кеңейту мақсатында қазір біздерге өзіміздің цифрлық ақпаратты біздер қолдануға мүмкін екенбіз, яғни өзіміз не істеуіміз керек, дәлелдеуіміз керек. Мысалға, мен қазір компьютерге кірдім, бірақ мен өзімнің мәліметімді алу үшін мен осы цифрлық қолтаңбаны заңды алуға мен құқылы екенімді дәлелдеуім керек. Ол үшін қазір бізде электронды цифрлық қолтаңба пайда болды. Электронды цифрлық қолтаңба дегеніміз заңды тұлғаның немесе жеке тұлғаның, яғни қол қойылған тұлғаның өзінің цифрлық қолтаңбаның заңды түрде екен, яғни өзіне тиесілі екенін зерттейтін электронды цифрлық қолтаңбалар жиынтығы электронды цифрлық қолтаңба деп аталады. Электронды цифрлық қолтаңба орысша электронная цифровая подпись, electronic digital signature. Яғни кез келген кілт болса, сіздерде мен жазып екі топқа бөлдім. Out және RSA. Out дегеніміз ашық кілт. Открытый ключ, public key деп аталады. Ал жабық кілт дегеніміз закрытый ключ, приват key деп аталады. Қазіргі заманда электрон цифрлық қолтаңбаны қолданады. Яғни біздер ең бірінші қорғау үшін электрон цифрлық қолтаңба арқылы біздер мәліметтерімізді қорғау үшін, яғни криптографиялық шифрлеу деген бар. Криптографиялық деген. Мысалға бұрын деген 1941-1945 жылдар не болды бізде? Ұлы Отан соғысы, яғни екінші дүниежүзілік Ұлы Отан соғысы болды. Сол кезде адамдар бір-бірімен байланысты қалай жасады? Мысалы, ана жерде разведка жасап жүріп, мысалы, барлаушылар, мына жақта тылды адамдар бір-бірімен нені қалай жасады байланысты? Ол жерде мысалға Гитлер армияларында нені түсірмеуіміз керек пе? Ақпаратты қалай не істедік? Бір-бірімізге мәліметті қалай бердік мысалға? Не істедік? Рациядан басқа. Қалай бердік сол рациядан басқа? Қандай аппарат қолданды сол кезде? Морзе аппаратты қолданды. Морзе дегеніміз мысалға мына жерге енді мысалға ол менің оған мәлімет беріп жатыр. Наркотиктер арқылы ол мәліметті жоқтап. Сол сияқты электронды цифрлық қолтаңбада, яғни біздің қолтаңбамызды не істейді? Криптографиялық шифрлеуден қорғайды. Мысалға электронды цифрлық қолтаңба бір мәліметті аламыз, оған біздің ішіне кіреді, құпиялық кіреді. Сосын кез келген мәлімет не істейді? Дәл солай тұтас. Мен мысалға қазір деген салтанатқа бір мәліметті жіберсем, электронды цифрлық қолтаңба арқылы дәл сол күйінде барады. Арада ешқандай не жоқ, ешқандай кедергі жоқ. Яғни сол электронды цифрлық қолтаңбаны шифрлеудің арқасында мәлімет тұтасып барады және не істейді? Мәлімет құпия сақталады. Электронды цифрлық қолтаңбаны кім қолдана алады деген сұраққа келейік. Электронды цифрлық қолтаңбаны жеке тұлға. Жеке тұлға дегеніміз және жеке кәсіпкер. Жеке тұлға дегеніміз мен, сіздер. Жеке тұлға сіздер және мен. Яғни біздер неміз? Өзіміз жеке адамбыз, физик
жеке адам қолданады және заңды тұлға. Мысалы мен жеке тұлғамын. Мысалы сіздер де жеке тұлғасыз. Өзіңізге керекті мәлімет алу үшін электронды цифрлы қолтаңбаны алуларыңыз керек. Оған мысалы қазіргі заманда электронды цифрлы қолтаңбаны электронды құжаттың дұрыс қолданып, оның тиесілігін, әрі мазмұнның өзгермейтінін растайтын электронды цифрлық символдар жиынтық жазып алыңыздар. Электронды цифрлық қолтаңба электронды құжаттың дұрыстығын, оның тиесілігін, әрі мазмұнның өзгермейтінін растайтын электрондық цифрлық символдар жиынтығы. Заңды тұлға дегеніміз кім? Мысалға, мен жеке тұлғамын, және мен кіммін? Мен бұл жағынан кімде боламын? Заңды тұлғада бола аламын мысалы. Заңды тұлға дегеніміз мекемені басқарып тұрған адамның заңды тұлға деп аталынады. Яғни оның қолында екі кілт болуы мүмкін мысалға. Жеке тұлға ретінде өзінің жеке кілтім бар, ал мысалға сіз мекеме басқарып отырсаңыз да, немесе сіз арқылы басқа бір жұмыстар атқаратын болсаңыз, ол да заңды тұлға. Жеке тұлға арқылы біздер не қандай қызмет ала аламыз Егофтан мысалы. Егофтан өздеріңізге қазір алып жүрген шығарсыздар мысалы. Керек қандай мәлімет мысалы. Қандай мәлімет ала аламыз Егофтан? Былай сабақтан бөлек қандай мәлімет ала аламыз? Қандай мәлімет ала аламыз Егофтан? Не алып жүрміз Егофтан? ЭЦП-дан басқа ЭЦП-ны осыны аламыз, электронды цифрлық қолтаңба ЭЦП. Басқа не аламыз? Мысалға не істей аламыз? Бала өмірге келгеннен бастап ол туралы куәлік аламыз. Осы мекен-жай бойынша медициналық ұйымға тіркейміз. Осы электронды цифрлық қолтаңба арқылы. Өзімізді не істейміз? Мысалға балаларды балабақшаға тіркеуге болады. Балабақшада орын алуға болады. Индегі кезіп сайты арқылы немесе Егоф порталы арқылы. Соттылығы жоқ деген справка анықтаманы ала аламыз. Тұрғын үй кезегіне де осы арқылы барлығы жеке тұлға немесе жеке кәсіпкер осы Егоф порталы арқылы. Ал заңды тұлғаның ЭЦП электронды цифрлық қолтаңбаның айырмашылығы не? Электронды цифрлық қолтаңба заңды тұлғаға біздер не істейміз? Қол қоямыз және не қоямыз? Мөр қоямыз. Яғни электронды цифрлық қолтаңба сол қолмен мөрдің орнын алмастыра алады. Яғни заңды тұлғада мысалға мен қазір электронды цифрлық қолтаңбамен қол қойсам, қай кезде қойды? Минуты секундына деген, яғни уақытты көрсетіп тұрады. Яғни электронды цифрлық қолтаңбаның уақыты өзгермейді. Сол уақытта қай уақытта қойды, сол уақытта шығады. Яғни бұның бізге деген ең артықшылығы осы. Электронды цифрлық қолтаңбаның иесі пайдаланушы орталықта өз атына электронды цифрлық қолтаңба берілген жеке тұлға. Электронды цифрлық қолтаңбаны қандай сайтымен айттыңыз? Жабық кілт бар, сосын ашық кілт бар. Ашық кілт дегеніміз жабық кілтпен байланысты. Мынаны біз артқа салсақ не болады? Кілт ашылады. Сол сияқты мынау ашық кілт, яғни болады. Мен мысалға кіммін? Салтанат, сіз сыртқа шықшы мысалы. Сыртқа шығып есікке шығады. Есікті жабады. Есікті жабады. Есік қаға ғой? Есік қаға. Кім? Кімсің дедім? Кімсің дедім мысалы. Сен кімсің? Салтанат. Яғни ол не істеді? Есік қақты. Енді мен не істедім оны? Не істедім? Қараның Салтанат па, Салтанат емес па? Кілтті аштым. Яғни мен мысалы Егоф порталына Салтанат екенін көрдім. Яғни мен өзімнің ЭЦП сияқты өзімнің бірінші жаңағы алып кілтті арқылы алып деп аталмады ол кім. Алып арқылы Салтанат екенін кірдім, таныдым. Ал егер танымайтын болсам, мен оған кіргізіп жіберемін. Салтанат отыра ғой дедім. Отыра ғой Салтанат. Енді яғни біз не істедік? ЭЦП кілтті Егоф порталына аштық. Енді мысалға Салтанат кіріп, қазір тапсырмасын түгел орындайды. Мысалы сабақты түгел тапсырмасын орындайды. Сосын не істейді? Осы есіктен шығып кетеді. Яғни шығып кеткенде мен не істеймін? Есікті аламын да кілтті жабамын, яғни Салтанат шықты. Яғни Салтанаттың тапсырма орындап, рас екені рас. Сондықтан да мен не істеймін? Соңында біздер ЭРСА кілтті арқылы қол қоямыз. Яғни электронды цифрлық қолтаңба жасауға, әрі электронды құжатқа қол қоюға мүмкіндік береді. Яғни мен сіздерге мысал ретінде көрсетуім мүмкін. Электронды цифрлық қолтаңба сертификат иесіне электронды цифрлық қолтаңбаның ашық кілтіне, яғни тиесілі Салтанатқа ол кілт тиесілі екенін растайтын құжат, ол электронды цифрлық қолтаңба сертификаты деп аталынады.
Электрондық цифрлық қолтаңбаны біздер қай жерден аламыз? Қай жерден аламыз электрондық цифрлық? Міне жазылып тұр. Picai.gov.kz сайт арқылы портал және e-gov.kz сайт арқылы. Немесе азаматтарға қызмет көрсету орталығынан аламыз. Яғни Picai.gov.kz сайты дегеніміз Қазақстан Республикасының ұлттық куәландырушы орталығы, яғни Picai.gov.kz деп аталынады. Ұлттық немесе 28 olur. Мен мысалға қараймын, мысалға мой компьютерден қараймын, мына жерден мой компьютерден қараймын, свойствосына. Мысалы, оның системасы, операционный системасы 64. Ана жерде энцеларда жазылады, сізге қайсы керек? 64 керек пе, 18 керек пе? Сонымен әжімде қайсын таңдаймын, ана энцеларды алған кезде, нені таңдаймын? Мына жерде 64 көрсетіп тұрса, 64-ті көрді. Ал егер мен 32-ні істесем, онда энцелар жұмыс жасамайды. Бұл арқылы мен тасымалдан шыққан немесе жеке куәлі, немесе мына жерде бар не? Токен деген мына, токен деп аталынады. Токен дегеніміз не былай? Мысалға мен мынаны қазір салдым, кірдім, қол қойдым. Енді қол қойдыға кейін мен әрі не істеп жатыр, әрі тексеріп жатыр шын ба, шын емес пе? Ол кезде мына жерде кнопка басамын. Кнопка басқан кезде мына жерде маған сан келеді мен, осы сан. Осы санды терем, мына екі бір-бірімен байланысты. Мына санды терген кезде, дұрыс деп маған келісімін береді. Яғни бұл каз токенге де біздер электрондық цифрлық қолтаңбаны істей аламыз. Яғни каз токен, токен, G-карта, жеке куәлік, файлы РК арқылы біздер электрондық цифрлық қолтаңбаны сақтай аламыз. Мен тапсырманы орындай қойып, кім шығар тапсырманы орындауға? Телефоныңызда дұрыс па? Дұрыс. Келесі ашықтық дегеніміз не? Былай деп қолыңыз сіздер ғой. Келесі ашықтық. Не істейді? Не істейді біздер салтасы? Электрондық ашықтық дегеніміз не істейміз? Яғни не істейміз? Тексереміз. Ал жабықтық дегеніміз электрондық цифрлық қолтаңбаны жасауға, әр электрондық құжатқа қол қоюға мүмкіндік береді. Дұрыс па да? Сондықтан одан электрондық цифрлық қолтаңба электрондық құжаттың дұрыстығы мен оның тиесілігін әрі мазмұнын өзгермейтінін растайтын электрондық цифрлық символдар жиынтығы. Ашықтық дегеніміз электрондық цифрлық қолтаңбаны істейді, түп нұсқалығын тексереді. Ал жабықтық дегеніміз электрондық цифрлық қолтаңбаны жасауға, электрондық құжатқа қол қоюға мүмкіндік береді. Мысалға, мына жерде төрт сұрақ бар, төрт сұраққа кім жауап береді? Кімге? Кім сұраққа жауап береді? Осы тапсырма бойынша. Кім жауап береді? Қолмен жауап береді, қай сан таңдайсың? Қай сан таңдаймыз? Төрт таңдаймыз. Электрондық цифрлық қолтаңбаның қосымша қасиеті қандай? Қандай? Өзіміз туралы ақпарат бере аламыз. Өзіміз туралы ақпарат. Жоқ, қасиеті басқа. Не істейді? Электрондық цифрлық қолтаңбаның қосымша қасиеті не істейді? Электрондық цифрлық қолтаңбаның қасиеті не істейді? Электрондық цифрлық қолтаңбаның қасиеті не істейді дейміз? Құжаттың дұрыстығын анықтайды. Құжаттың дұрыстығын анықтайды. Келесі, сіздің топтан қандай ғой? Кім айтып? Алға қандай ғой? Қайтысызды? Электрон цифрлық қандай рөл атқарады? Қандай рөл атқарады? Және электрон цифрлық қолтаңба қандай рөл атқарады? Қол қояды, мөрдің дұрыс айтасыздар. Қолтаңбаның және мөрдің орнын ауыстырады. Келесі. Сіздер қандай олыңыздар? Бір санды жекулан. Электрон цифрлық қолтаңба файлға қол қойған кезде не өзгереді? Қолтаңба қосылады, бірақ бізге файл өзгермейді. Сіздерге бірінші сұрақ қалды. Қолжазба қолтаңбасы электронды қолтаңбадан айырмашылығы неде? Мысалы, қолжазба дегеніміз, мысалы, қазір тілде сен жазып жатырсың, ал электрон цифрлық қолтаңба басқа. Екеуінің айырмашылығы неде? Не істеуге болады мысалы? Қазір сен жазып электронды қолтаңбадан бұл жерде
басқа. Электрон цифрлық қолтаңбада мысалы айырмашылық қандай? Мысалы қазір Аружан жазды. Ал мен сол кезде электрон цифрлық қолтаңбамен қолды қойдым. Екеуінің арасында қандай айырмашылық бар? Айтасың? Жоқ, уақытында. Мен мысалы қойған кезде өзі уақытында. Интернет бойынша өзінің уақытын қойды, секундына дейін. Ал бұл жерде Аружан сағатқа қараған жоқ мысалға. 5 минуттан кейін қарап та, яғни бұл жерде не істеген сонда? Уақытында айырмашылық бар. Енді тапсырма онлайн etsіп алайық, мына жерден тапсырма болды. Компьютерге отыра қойып, бірінші, ego ашылады. Сосын ана жерде анықтамаға жазыңдар. Получить мен заказать услугу онлайнға барыңдар. Заказать услугу онлайн шықты ма? ЭЦП удаленныйдың басында қандай тұр? Басында жанды. Получить ЭЦП удаленный дегенде баш. Жеке тұлға физлицоның точкасын басында. Иындарын жаза қойыңдар. Онлайн сұрауды. Сосын отправить запрос дегенде немесе сұранысты жіберу дейді қазақша. Сіздер бар данықта жоқсыңдар ма? Сізді мен үшін энсалар мелеттір. Қосылу мүмкін емес. Жаңа келді мәселе неде қандай сайттан аламыз деді. Пикай көріп кезіп қабірі ғой. Ағылшынша. Пикай көріп кезіп. Цифрема жазып болдың ба? Саным толық ба? 12 сан болу керек қараш. 05, 12, бір сан. Енді кірдік. Енді жаңағы немізді қай жерден табамыз? Кілтімізді қай жерге сақтаймыз? Sen kırbatsın bakın. Заңды тұлға. Біз кімді таңдадық? Заңды тұлғаны таңдадық. Одан соң не істедік? Немізге естідік? Ж, С, Н. Яғни сәйкестендіру, жеке сәйкестендіру номерін тердік. Сосын одан кейін не сұрады бізде? Компьютерде энсалар бар болса, энсалар шығады, бар екенін дәлелдейді. Ал жоқ болса, энсаларды сол жерде не істеді? Жаңа установить. Одан соң біздер жаңа соңғы деген дейін бар, папкамызды қай жерге сақтайтынын таңдадық, электрон цифрлық қолтаңбаны алдық. Аутентификация бұл жылдың басында бұл негізінде. Аутентификация, бұл не істеймін? Аутентификация деген не? Кім шығар таққа? Аутентификация дегеніміз не? Қарай ол. Дұрыс бекен айтқан дұрыс. Тесіп шығады. Аутентификация деген не дедің? Не? Тексеру. Электрон цифрлық қолтаңба дегенімізде айтамын. Қайсы? Электронды құжаттың дұрыстығын, оның тиісілігін, әр мазмұнның өзгергенін растайтын электронды цифрлық жиынтық не деп аталынады? Электронды цифрлық қолтаңба деп аталынады. Тексерейік, дұрыс бекен. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі. Электронды мерзімі қандай дедік жаңа айтып? Сосын? 3 жыл. Дұрыс па? Дұрыс. Келесі. Авторизация дегеніміз не?
жаңа аутентификация не болды? Авторизация болды? Қазір қарайық. Идентификация. Біз не істейміз? Бір-бірімен не істейміз? Не істейміз? Ненің айтын ал қайсын басайын? Енен асырыз? Айтын сіз. Кім істейміз идентификация? Анықтау. Қарайтын. Идентификация не дегені? Анықтау. Это мерзімді. Келесі, отыра ғой. Бізге ол өте қолайлы. Яғни оны біздер істеуіміз керек, сақтауымыз керек. Электрон цифрлық қолданған мен кімге? Бөтен адамға бермеуім керек. Мен арқылы ол не ала алады? Басқа құжаттарды алып кетуі мүмкін да, мысалға да. Қазіргі любой кез келген құжатқа қол қоямыз ғой, яғни қол қой, яғни мен қол қойды деп ол есептейді мысалға. Сондықтан да біздің жаңағы шифрлаймыз ол электрон цифрлық қолданғаны, пароль қоямыз. Сол парольді деген кішкене қиындатып, ешкім білмейтіндей, адамға көрсетпеу керек мысалы электрон цифрлық. Өзімізде жүріп кез келген адамға электрон цифрлық қолданғаны беру керек. Ал заңды тұлға бар, заңды тұлғаны электрон цифрлық қолданған мысалы ақша аударымдары кетіп жатады. Мысалға да электрон заңды тұлғаны ақша аударымдары кетіп, мысалға кредиттер алынып заңды тұлғалар арқылы. Сондықтан да электрон цифрлық қолданғаны кез келген адам өзінде ұстау керек, ешкімге сенімсіз адамдарға беруге болмайды. Немесе ол арқылы әртүрлі операциялар орындалуы мүмкін. Енді қазір сіздерге тақырып бойынша, екі топ бойынша жасайтын тіл әдісі. Мына жерде тілдің суретін саласында егер жақсы тыңдасаңдар, яғни сіздерге ұнаса, құлағын үлкен болып саласыңдар. Ал мұрны ұзын болса, көппен тағы да білгің келеді дейсіңдер. Ал денесі ірі болса, сабақтан көп бағылман алды деген. Осы бойынша мен сіздерге қазір сабақты қандай дәрежеде игергендеріңіз осы бойынша сурет сала қояйын. Ал сіздерде қай жері үлкен? Сіздерде басы үлкен, яғни көп ненің тілдің денесі үлкен немесе басы үлкен екен. Енді бұл жерде сіздерде сабақтан көп ақпарат алды деп есептейік. Енді үй тапсырмасын жазып алыңыздар. 234-ші бет, бірінші екінші тапсырма. Әр елдегі электронды цифрлық қолтаңба. Әр елдегі электронды цифрлық қолтаңба деген тақырыпта шағын зерттеу жүргізіңіздер. Нәтижесін тізбеге саламыз. Екінші тапсырма электронды цифрлық қолтаңба және цифрлық сертификат тақырыбы бойынша термин сөздеріміз дейді. Термин деген ашық кіл, РСА, АУ дегендер бар ғой, приват кей, сосын соның барлығын жазамыз, ЭЦП, бұның барлығы термин сөздер. Осының барлығы термин сөздер жазамыз, және әр елдегі электрон цифрлық қолтаңба қалай қолданады, әлі де барлық елде бар электрон цифрлық қолтаңба, соны жазып келеміз.